Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаева. Сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен дәріс оқимын. Бүгінгі біздің лекциямыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин балалар шығармашылығының атасы. Осы тақырып аясында біз төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, Ыбырай Алтынсарин шығармашылығындағы ағартушылық. Екінші мәселе, шығармаларындағы еңбек, адамгершілік мәселесі. Үшінші мәселе, Ыбырай Алтынсариннің шағын әңгіме жанры шебері. Ыбырай Алтынсарин 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ халқының алдыңғы қатарлы ой пікірлерінің уағыздаушыларының бірі. Ыбырай Алтынсарин ерте жасынан оқу білімге зерек болған. Ол қазақ халқының аса көрнекті ағартушысы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсариннің жалпы қазақ әдебиетінде, сонымен қатар қазақ педагогикасында алар орны ерекше. Ыбырай Алтынсарин ерте жастан жетім қалып, өзінің атасы Балқожа бидің тәрбиесінде болған. Ыбырай Алтынсарин өте зерек болып, Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы Георгиевпен жақын таныс болады. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат береді. Білімге құштар жас боп, уақытының бәрінде сол кітапханада өткізеді. Ыбырай Алтынсарин ағартушы және педагог ретінде қазақ халқының тарихи даму жолына үлкен үлес қосарлықтай шығармашылық еңбек етуі, орыс халқының прогресшіл ықпалы көп көмегін тигізді. Алтынсарин орыс халқы мәдениетінің демократияшыл идеяларын, әсіресе Ушинскийдің педагогикалық мектебінің жаңалықтарын творчестволық жолмен қабылдай отырып, қазақ даласына білім таратушы, мектеп ашып, жастарды тәрбиелеуші мұғалім болды. Ол өз ісінде әрқашанда адамгершілік туын көтеріп, көптеген педагогикалық бағалы мұраларды қалдырды. Солардың ішінде оның тамаша өлеңдері мен әңгімелері де бар. Бірақ ол ең алдымен ағартушы педагог. Ол оның ақындығы мен жазушылығы, оның мақсатына сол ағартушылық педагогтық істеріне бағынған. Әңгімелері мен өлеңдерін балалар тәрбиесіне арнап, ол оқу құралдары мен оқулықтарын енгізген. Ыбырай Алтынсарин өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында істейтін, мамандар даярлап шығаратын мектептер ашуды, сөйтіп маңызы зор игілікті істің негізін салуды арман етті. Сонымен қатар 1864 жылы қазақ даласында ең алғаш ағартушылық бағыттағы мектеп ашқанда Ыбырай Алтынсарин болып табылады. Қазақтың Ырғыз, Торғай, Троиц, Қазалы жерлерінде алғаш мектеп ашқанда Ыбырай Алтынсарин. Қостанай ауыл шаруашылық училищесін ұйымдастыруға да ұйытқы болған. Қазақ балаларының орыс тілін, орыс ғылымын жеңіл де тез меңгеруіне мүмкіндік беретін орыс қазақ мектептеріне де Ыбырай Алтынсариннің ашылуына үлесі зор. Қазақтың ең алғаш қазақ хрестоматиясы ақынның ағартушылық мақсатта жазған 2 өлеңімен ашылды. Автор оларды сөз басы деген атпен кітаптың алғашқы беттерінде жариялады. Ыбырай Алтынсарин бұл өлеңдерінде қазақ жастарын білім алуға, мәдениеттің жаңа дәстүрін меңгеруге шақырды. Кел балалар оқылық өлеңі өнер мен білімнің пайдасын түсіндіретін өлең. Өлең алғашында бір құдайға сыйынып деп басталған болатын. Кеңес идеологтарының араласуымен бұл жолы кеңестік дәуірде түсіріліп тасталған болатын. Хрестоматияның соңғы басылымында түзетілді. Баланы құдайдан сұрау халықтың ауыз әдебиеті үлгілерінен, әсіресе ертегілер, батырлар жырынан келе жатқан дәстүр болып табылады. Баланың өнегелі болып өсуіне бесік жыры, тұсау кесу жырында құдайлық пен мән берілетін болса, бұл өлеңде сол ата-ананың тілегіне сондайлық мән беріледі. Шырағым адам болғай деп ата енең жылайды. Баладан қайыр болмаса, баланы неге сұрайды? Баланы ата-ана
Құдайдан қайырсыз ұл сұрамайды, өз үмітін ақтайтын ұл сұрайтындығын осылай қаламгер дінмен де шебер байланыстыра білген. Ыбырай Алтынсарин өнер білім бар жұрттар өлеңі кел балалар оқылық өлеңнің жалғасы тәрізді, яғни бірін бірі толықтырып тұрады. Өлеңде ғылымның жетістіктерін мадақтайды, мәдениетті елдің озық салтын баяндайды. Өлеңде ғылым мен техниканың сол кездегі ең басты жаңалықтары толық баяндалады. Алтынсарин ақындығының тағы бір жаңашылдық сипаты оның төл әдебиетімізге хат үлгісіне жазылған өлең түрін әкелуінде десек қателеспейміз. Қазақ хрестоматиясында балалар туралы ұсақ әңгіме ертегілер деген бөлімінде оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары берілген. Бұл хаттарды оқудағы бала ауылдағы атасы мен әжесіне, ағасына, досына жазады. Ең алдымен атасының немересіне жазған хатымен Балқожа бидің, яғни баласына жазумен танысып көрейік. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң мұнда, анаңмен есен аман сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең басыларсың. Атанаңды өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң аһ ұрарсың деп атасының баласына деген сүйіспеншілігі керемет бейнеленген. Ыбырай Алтынсарин ана тақырыбындағы өлең түрін де туған әдебиетімізге енгізді. Бұл күм өлеңінде бар мейірім баласына арнайтын ана бейнесі оның нәрестесі үшін атқарған қамқорлық істері арқылы нанымды берілген. Бала, бала, бала деп түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Үш шумақты өлеңнің алғашқысының өзінен ақ бұл ана дегізеді. Яғни мектепке дейінгі балаларға ананың өзіндік қадір қасиетін ұғындырады десек болады. Ананың балаға жасар қамқорлығын санамалап тауысуы мүмкін еместігін ұғындырады. Аяулы қолды талпынтқан, қаймақты сүттен қалқытқан, суық болса жүргегін қорғасын оқтай балқытқан. Ақын ананың тек іс-әрекетін ғана емес, ананың қамқорлығын, жанашырлығын да шебер тұтастыра білген. Бірақ ананың бірден бір қамқоршы екеніне бірден сенесің, кеудеңді оған деген шексіз ризашылық пен құрмет сезімі кернейді. Яғни балаларға да бұл сезімді топтастыра білген. Ыбырай Алтынсарин балалар үшін тек қана көркем поэзия емес, сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин шағын жанр, әңгіме жанрында шебер болып табылады. Ыбырай Алтынсариннің өзінің төл әңгімелерінен бөлек орыс халқының да керемет әңгімелерін, мысалдарын аудара білген. Ыбырай Алтынсариннің әдеби шығармашылық мұрасының ең тың құнарлы жемісі осы көркем проза. Ыбырай мен Абайдың арасына бұл салада орын алған ізашарлық, ұқсастық, жаңашылдық үлес ортақтығын әдебиет зерттеушілерде ертеден ақ байқаған. Сонымен қатар олардың бұл саладағы келу жолдары мен осы бағыттағы шығармашылық әдіс тәсілдері айырмашылықтарында ескерсек болады. Өрмекші құмырсқа қарлығаш атты 20 жолдық әңгімедегі 10 жасар бала атасына еріп келе жатқанда сол атасының нұсқауымен өрмек тоқып жатқан өрмекшіні, нанның қоқымен сүйреткен құмырсқаны, аузына бір тал шөп тістеген қарлығашты көреді. Атасынан мұны не үшін істегендерін біледі. Өзі содан сәби санасыны деңгейінде ғибрат алады. Әңгіме осымен аяқталып, балаға керемет тәрбиелік мән береді десек болады. Ұстаз жазушы қып-қысқа әңгіменің өзі қолданған этюдтік құрылымын өз мақсатына ұтымды пайдаланған. Осыған жалғас Сәтемір хан, талаптың пайдасы, әке мен бала, асыл шөп, бақша ағаштары, бір уыс мақта, алтын шеттеуік сияқты әңгімелердің бәрі сөзден жасалған көрнекілік құрал рөлін атқарып тұр. Әңгіменің сюжеті тарихи шындыққа жанасып отыр. Мұндағы жер аттары, елді мекендер, әкімшілік аймақтар нақты өмірден алынған.
Мысал ретінде келтірер болсақ, дүние қалай етсең табылады атты мақаласында мынандай жолдар бар. 1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр жеті сайын Зерсал қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы едім. Ал Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінен үзінді келтірер болсақ, көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай жеріндегі Қабырға деген өзен судың бойына тоқтады. Мына жақта Үргеніш, Қоқаннан, мына жақта Қалмақтан шеттірек және жаманшылық болса, Қалың Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып қайтқан соң, қысты өткізіп, жаздың жылы уақытында кедейлерді жалаңаш жалпы көшіріп, Қабырға бойына алып келді. Сейітқұлдың бір ағасы бар еді. Жол жүріп, ұрлық барымтаны әдет еткен. Інісінің қанша айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз-ақ сол көшпей ескі орны Түркістан жағында қалды. Ыбырай Алтынсарин осы әңгімесіне де барлығы өзіміздің елімізде, яғни бар елді мекендерді, жерлерді айғақ етіп отырған. Жалпы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің барлығының негізгі идеясы, негізгі тақырыбы осы ағартушылық бағыт, ізгілікке бағыттау, адамның көркем мінезімен таныстыру болып табылады. Ыбырай Алтынсариннің біз көп әңгімелерін білеміз. Надандық, асыл шөп, шеше мен бала, мейірімді бала, жан жануарлар дауласқаны, жомарт, Лұқпан әкім, ізбасты, байұлы, мұның барлығы Ыбырай Алтынсаринның керемет өзінің төл мұралары. Ал аудармаларына келер болсақ, Ыбырай Алтынсаринның бізге ақмақ дос, әке мен бала, әділдік, алтын шеттеуік, талаптың пайдасы, тәкаппаршылық, сараңдық пен жинақылық, аурудан аяған күштірек, бақша ағаштары, малды пайдаға жарату, тышқанның өсиеті, сақып, салақтық, мұжық пен жасауыл, білгеннің пайдасы атты әдеп атты аудармалары бар екенін білеміз. Қорыта айтқанда, Ыбырай Алтынсаринның мұралары қазақ балалар әдебиетінің негізгі қоры, бастамасы болып табылады. Яғни қазақ балалар жазба әдебиетінде алғаш балалардың жас ерекшелігін, физиологиялық ерекшелігін ескеріп жазған қаламгер болып табылады. Ыбырай Алтынсарин шығармаларының көбі балаларға арналғандықтан жеңіл тілде жазылған. Сол кезде көп ұшырасатын араб, парсы, татар тілдері ұшыраспайды. Екіншіден, сөйлем орамдары мейлінше қысқа, көбіне жай сөйлемдермен берілген. Сонымен қатар, үшіншіден, жазылған әңгімелерінің көлемі шағын. Қаламгердің шығармаларының оқиға желісі баланы жалықтырмайтын, әрі қысқа, әрі жеңіл, әрі қызықты болып көрінеді. Нысанаға тиетін ойларды дөп айтады. Бос сөзділік, артық суреттемелер жоқ. Яғни балалар үшін өте қажетті, түсінікті тілмен жазылған. Ыбырай Алтынсаринның шығармаларын біз өзіміз әдебиет есебінде пайдалансақ болады, шығармалар жинағын. Сонымен қатар қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясын алып пайдалануға болады. Ал құрметті білім алушылар, осымен біздің лекциямыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.